97 жастағы итальяндық әлемдегі ең қарт автомеханик атанды. 97 жастағы Фабио Сабиони өзінің Гиннестің рекордтар кітабына енген ең қарт автомеханик атағын қайта жаңартты. Фабио өзінің мансабын 1946 жылы небәрі 19 жасында бастаған. 1958 жылы досымен бірге автомастерлік сатып алған, ал 1965 жылы трассада көлік жөндеу қызметін көрсеткен. 1979 жылы жеке автомастерлік ашып, осы салада үздіксіз жұмыс істеп келеді. Мен зейнетке тек мәжбүр болғанда ғана шығамын. Қолымнан келгенше жұмысымды жалғастыра беремін, дейді ол. Итальяндық механик алғаш рет 2022 жылы ең қарт автомеханик ретінде рекорд орнатқан. Ал 2024 жылдың соңында оның жүргізуші лицензиясы тағы 2 жылға ұзартылды. Бұл оның жаңа рекордын бекітуге себеп болды. Бақытыма орай жас көрінемін. Клиенттерім менің жасыма сенбейді. Жүзге жақынап қалғанымды естігенде таң қалады, дейді Сабиони. 97 жасында да Фабио эвакуатор жүргізіп, ақаулы көліктерді өзі жеткізеді. Оның қажырлы еңбегі автомеханика саласындағы шынайы адалдық пен кәсібиліктің үлгісі.